Барлығы жанұшыра қашып жатқан қауіпті жерге олар ештеңеге қарамастан қойып кетеді. Дегенмен олар қанша көзсіз тәуекелге барса да, әрдайым өздерінің қызметтік міндеттерін естен шығармай, сәйкесінше жұмыстарын сауатты атқарады. Кей жағдайда өрт орын алған аумаққа келіп жеткен өрт сөндірушілер қызыл жалынды ауыздықтау үшін су шашпақ болғанда, алдымен өртке оранған тұрғынжайды электр көзінен ажыратқанша су беруді кідірте тұруларына тура келеді. Ал мұндай жағдайды дұрыс түсінбей, дүрбелеңге салынған жұрт, әне өрт сөндірушілер ылғи өрт орнына осылай сусыз келеді деп даурығады. Кей жағдайда 5 тонна судың жылдам таусылу салдарынан да жұрт осындай ойға қалып жатады. Ал шындығында әлгі 5 тонна су жоғары қысыммен жұмыс істеу барысында небәрі 5-10 минут ішінде түгесіліп қалатындығын бірі білсе, бірі білмесе анық. Жау жағадан алғанда бөр етектен алады демекші, тілсіз жаумен арпалысып жүрген от жауынгерлеріне көшеде өтіп бара жатқан өзге жандар келіп, мұнда не болып жатыр? Жанғанына көп уақыт болды ма? Адамдарды шығардыңыздар ма? Сусыз келген бе? Суды қайда шашып жатыр? Қимылдары өте баяу ғой деген секілді жаныңды қажытатын сөздерге жиі куә болады. Ыстық жалын бетін шарпыған жігіттер кәсіби тұрғыдан жіті қимылдап, онсыз да барын салып жатқандарын көрсе де сезбей дәу шамасы. Немесе олардың жұмыс атқаратын орындарына, я болмаса кабинеттеріне бас сұғып, немен айналысып жатқандарын сұраса, өздері қалай қабылдаған болар еді. Иә, тек айтуға ғана оңай. Шындығында қатерге қарсы тұрып, қара тер көмген жүздерін білегімен сүрте, өзгенің өмірі үшін өз жанын құрбан етуге дайын, ыстық жалынмен арпалысқан жігіттердің ерлікпен барабар қызметіне түсіністікпен қарайтын кез жеткен жоқ па? Қалай дегенмен де өрт сөндірушінің жұмысы күрделі әрі ауыр. Себебі олар ыстық, қауіпті, көкейге қорқыныш ұялататын, дененің азғантай бөлігіне тиіп кеткеннің өзінде жаныңды шырқыратып жіберетін қызыл жалын отпен арпалысады емес пе? Олар да ет пен сүйектен жаралғандығын естен шығармаған жөн болар. Әрине, олардың да ыстығы бетті шарпитын ғимаратқа кірерде бойларын қорқыныш билейтін болар. Олар да үйлеріне аман-есен қайтып, отбасымен дені-сау қалпында қауышуды ойламайды дейсіз бе? Ойлайды әрине. Олар төтеннен төнген қауіпке қарсы тұрып, ажалмен арпалыса жүріп, өзгелердің өмірін қорқыныштан биік қойған жандар. Ал олардың бөлімшеге қатары сиремеген қалыпта, яғни толық құрамда оралуына кім кепіл? От жауынгерлері тәуекелге бел буған, өз кәсібіне шын берілген қарапайым әрі жаны жайсаң жандар. Ал өз кезегімізде тұрғындардан өтініп сұрайтынымыз бір ғана нәрсе, ол тек өрт қауіпсіздік ережелерін қатаң сақтап, сақ жүргендеріңіз абзал дегіміз келеді.